негізі сіз осы Алматы қаласында тұрдыңыздар, иә? Негізі біз Талғар ауданында, сол жаққа күйеуге шықтым ғой мен. Талғарский районында ауылда Тұздыбастау деген ауылда тұрдық. 16 жыл мен, неше жыл, 15 жыл ма сол жақта тұрдым енді. Күйеуге тигеннен бастап, солай. Енді уже үшінші рет ажырасқанда уже анам жоқ, қайтыс болған. Анам жоқ. Өзімнің анам жоқ. Өзімнің анам қайтыс болып кетті уже 10 жылдан. Анам жоқ. Сонда күйеуім ажырасамыз деді ғой. Ажырасамыз дегенде әкем шақырдым, 2 рет келді әкем. Как раз осы коронавирустың алды болатын. Как раз осы қай жылда еді? 2020-ның басы еді? 20-ның басты. 2020-ның басында әкем кеп күйеуім айтты, ең болмаса балаларын өсіріп алғанша не деп. Енді балаларың өскенше енді бол қасында деген сияқты. Енді өте көп күйеуім жағынан жала жабыла берді да, мен соған шыдамадым ше. Енді өзің 4 баламен отырсың үйде, саған былай қыдыру қаяқтан деймін да. Өзің аналарды қалай асыраймын деп отырсың. Сөйтіп жүргенде әртүрлі бизнестермен айналыстым. Әртүрлі бизнес. Үйде отырып мен Тұздыбастауда отырып жасадыңыз. Иә, үйде отырып мен Тұздыбастауда отырып пастель сатам. Сосын да бір қытайский кілемдер болды. Соларды Қытайдан алдырып сатам. Харгус ең жақын ғой. Сонда мына балам кішкентай балам. Сонда барып келгенше емшегімдегі сүтім ағып кетеді ғой. Осы уже қайтып келе жатқан кезде уже все мынау екі не кеудем тызылдап, сүтім ағып келетін ғой. Сүтім ағып келеді. Сонда қанша түк заттарды көтеріп, Харгустен битіп тұрып шығасың. Еще оны сату да айтсай. Сату да оңай емес. Қанша затты. Сөйтіп сондай қиын кездер болды. Бірақ бұның барлығы менің қазіргі бизнес бастауыма алғышарттар екен да.